Жалайыр шежіресін тарату. Сынақ сұрақ қойсаң айтайын. Жалайыр шежіресін былай таратады. Осы шежіре тарату заңымен қазақтың барлық елдерінің шежіресі таратылады. Демек, шежіре бұрында осылай таратылған, бүгінгі күнде осылай таратылмақ. Бірінші, түп тұғияның кім? Гун. Тұғияның кім? Құн. Бабаң кім? Үйсін. Қай жүзсің? Ұлы жүз. Қай елсің? Жалайыр. Руың кім? Руын айтады. Қай атаның баласысың? Атасын айтады. Түп тамырың кім? Ақ арыстан, ұлы жүз, мың жүз. Қысқаша жазсақ, ООМ. Жан арыстан, ұлы жүз, орда жүз. Қысқаша жазсақ, ООО. Қазақтың 20 ел, 3 телесінің біреуі жалайыр. Осылай өзінің шежіре тарихын ғылыми дәлелдеп айтып шығып, ақиқаттың төбесіне байрақ тігеді. Қандай жүрегінің түгі бар халық осы сұрақтарға, ғылыми сұрақтарға жауап беріп, шежіре тарихын айтып, генетика ғылымының айызын қандырады. Қандыра алмайды, себебі шежіре жоқ, тарих жоқ. Білетін ұлт шежіресін қайырып, ру мен аталарын түгендеп шығады да, содан барып өзінің ұлтының тұла бойына ендеп кеткен ақиқатын табады. Шежіресін білетін адам берілген жауапты зердеге ұстап, жалайырдың қазақтың тұла бойына ендеп кеткен ру мен аталарын қайырып таратады. Алдымен шежіреден жалайырды ділдейтін рулар мен аталарды түгендейік. Ескерте кетер жағдай, деректер толық емес, көп аталар кірмей қалған, соған қарамастан жалайыр қазақ есімді ұлттың болмысына кереметтей болып, ендеп кіріп кетеді. Бірінші, сиыршы руы, аталары Сырымбет, Бейімбет. Екінші, Байшегір руы, аталары Жиенқұл, Жиенбет, Бегімбет, Абыс, Көбіс. Үшінші, Балғалы руы, аталары Құлым, Шағыр, Оқыз, Нияз, Барақ. Төртінші, Күшік руы, аталары Таз, Жабысқақ, Қарасақал, Маржа. Бесінші, Андас руы, аталары Қалқа, Толымбек, Дербсалы, Жомарт, Қырғыз, Әйтімбет, Қанай, Қонай, Құттық, Қарақұс, Андабай, Таңат, Алакөз, Жетінар, Меңдібай, Кенже, Таймөңке, Байыс, Байқара, Жұман, Бүржігін, Қият, Түрке, Саурық, Шәкі, Шүкі, Қошқар, Шүрек. Алтыншы, Мырза руы, аталары Әліке, Бәйбіше, Аман, Асан, Байсейіт, Қарамырза. Жетінші, Қарашапан руы, аталары Тәңірберген, Баташы, Келменбет, Әлпен Дәулет, Айтқұл. Сегізінші, Қарақалпақ руы, аталары Кенерес, Дос, Кенегес, Түлкі Тұғыр, Жайнақ, Телім. Тоғызыншы, Орақты руы, аталары Төке, Кенже, Әжіке, Көши, Көкшекөз, Жайықбай. Оныншы, Сыпатай руы, аталары Ақмарқа, Қарамарқа, Қарашапан, Сәуік, Шалымбет, Қозайдар, Есенай, Күшек. 11-ші, Ақбұйым руы, аталары Сары, Қияс. 12-ші, Қалпе руы, аталары Алманбет, Андағыл, Дүйсенбет. 13-ші, Сары Ұйқыр руы, аталары Ойлық, Тағлық. Жалайыр елі осылай 13 ру, 69 атасын қайырып атап шығады. Осы аталаған рулар мен аталарға жалайыр елінің
жұптасып келетін 12 атасы: бірінші ақсақал, жансақал; екінші шуманақ, суманақ; үшінші сырманақ, бірманақ; төртінші ұйқыр, ұйғыр; бесінші абақ, тарақ; алтыншы бел баласы, ноқталы биде баласы деген ерек таңбаларын қос. Жалайырдың шежірелік әлемі 300 баласымен қалай және қаншалықты тұтасып кететінін анықтасақ, ол былай болып шығады. Жалайыр ұлы жүзде Ысты елі Жауатыр руының Көкшекөз Таз аталарымен, Албан елінің Сары руымен, Албан елінің Айт руымен, Албан елі Сүйменді руының Таз аталарымен, Албан елі Қызылбөрік руының Маржа, Дәуетек аталарымен, Дулат елі Жарылқамыс руының Бейімбет, Сырымбет атасымен, Дулат елі Құдайқұл руының Сиыршы аталарымен, Дулат елі Қоралас руының Мырза аталарымен, Дулат елі Бекболат руының Жиембет аталарымен. Жалайыр орда жүзде Арғын елі Қаракесек руының Таз аталарымен, Қоңырат елі Сүйімбай руының Жиембет аталарымен, Қоңырат елі Байлар руының Сырымбет аталарымен, Уақ елі Шоға руының Көкшекөз Қазы аталарымен аталас. Жалайыр кіші жүзде Әлімұлы елінің Шекті руының Айт аталарымен, Байұлы елінің Таз руымен, Байұлы елінің Беріш руының Байсейіт аталарымен, Байұлы елінің Беріш руының Асан аталарымен, Байұлы елінің Таз руының Асан аталарымен, Байұлы елінің Тан руының Жиембет аталарымен, Байұлы елінің Беріш руының Асан аталарымен, Байұлы елінің Жағалбайлы руының Мырза аталарымен аталас. Жалайырмен таңбаластар: Арғын елі Болатқажа руының Тарақты аталарымен таңбалас. Тарақты елмен Тарақ таңбасы таңбалас. Керей елі Абақ руымен Абақ таңбасы таңбалас. Керей елімен Тарақ таңбасы таңбалас. Төре телемен Тарақ таңбасы таңбалас. Жалайырмен бабаластар: Аңдас руының Қырғыз бен Оқыз атасы Қырғыз елімен Оқыздармен бабалас болып шығып, қазақ ілімі мен болмысын түгендейді. Сонымен Жалайыр елі 300-ге былай тамырланады. Жалпы бүкіл қазақ елімен 1100 арқылы шежіресі қосылып, және 6 арыстың ақ арыс, жан арыс арқылы О болып тамырласып бірігіп, 5 елімен елдес, 5 елімен таңбалас, бір румен рулас, 14 атасымен аталас, бір ата, бір ру, бір ел, бір телемен таңбалас, Қырғыз Оқыздармен бабалас болып шығып, шежіре тарих жазып, тектілігін ақиқаттайды. Міне осылай қазақ шежіресі шертіледі, ақиқат байыз табады. Бұл жерде тек өзіме жақын Жалайыр елінің 300-дің ішіне қалай тамыр жайып, ендеп кіріп кеткенін нақтыладым. Қалған 19 ел 3 теленің жаратылыс тарихын нақтылап шығу жеке кітап болатынын ұғып отырған боларсың. Сондықтан менің елімнің, менің телелерімнің түп тамыры 300-ге қалай енде кіретіндігі жайлы ақпарат қайда деп ренжіп жүрмеңдер. Қаражат болса жазылады, қаражат болмаса мен білетін сырдың сандықта жатқаны жатқан. Шежіре заңы кенжелеп, дүниетаным азғындап дерттеніп тұр. Қазақ дертіңнен айық, азғындамай шежіреңе қайт. Қазақ шежіреңе қайт. Жақының мен алысыңның ара жігін ажырат. Қайта ту. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 123
126 беттердің аралығы.